Қайырлы күн. Бүгін біз химия ғылымының дамуына зор үлес қосқан тәжірибелі ғалым, әрі білікті ұстаз, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, химия техникалық докторы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Баешева Ажар Қоспановна ханыммен сұхбаттасып отырмыз. Ендеше рұқсат болса, сұхбатымызды бастайық. Ажар Қоспановна, бірінші сұрақ сізге. Өзіңіз туралы, кәсіби жолыңыз туралы, химия саласында не үшін таңдадыңыз, осыны айтып кетсеңіз. Қайырлы күн. Сұрағыңызға рахмет. Әрбір ғалымның өзінің жолы болады, әрбір ғалым өзінің арманына қол жеткізу үшін көп еңбек етеді. Менің еңбек жолым, менің химияға келу жолым барлығы жас кезімнен басталған болатын. Өзімнің бала кезімде арманым бір үлкен кісі болу керек деген, кішкентай кезімдегі арманым үлкен кісі болу керек деген. Қазақта үлкен кісі деген құрметті азамат, көп жетістіктері бар, ел сыйлайтын сондай адам деп өзіме сондай мақсат қойдым. Сондықтан мектепте өте жақсы оқыдым. Орта мектепті алтын медальға бітіріп, арманыма жету үшін Алматыға келіп, осы Әл-Фараби, ол кезде Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті болатын, атақты химия факультетіне оқуға түскен болатынмын. Содан кейін оқу бітіріп, аспирантураға түсу, барлық ғалымдардың өтетін жолдарымен өттім. Химияға қызығушылық сол университет қабырғасында басталды. Мектепте де химияны жақсы көрдім, бірақ көп ойландым. Химик болам ба, заңгер болам ба деген осындай көп ойлар болды. Бірақ сол кездегі бір талап бойынша осы химия ғылымы өте қызық ғылым ғой деп үлкендермен әңгімелескенде химия ғылымына келуге шешім қабылдадым. Қазіргі таңда қандай ғылыми зерттеулермен айналысасыз? Қазіргі кезде енді ғылым доктор болғаннан кейін, профессор болғаннан кейін бізге де талап көп қойылады. Қазіргі заманның талаптарына сай, қазіргі экологиялық ұғымдар бар. Экологиялық мәселелер өте көп ғаламда. Сондықтан соның бір шетінен бір проблемаларды шешуге тырысып жүрміз. Мысалы, дәл қазір менің жасап жатқан жобамның тақырыбы пайдаланылған ерітінділерден құнды элементтерді бөліп алу. Мысалы, көптеген өндіріс орындарында күміс, селен, теллур, мыс сияқты элементтер ағзынды сулармен немесе пайдаланылған ерітінділермен ағып кетеді, жоғалып кетеді, алынбай қалады. Оны айтамыз, алуы өте қиын, себебі олардың концентрациясы өте төмен болады. Сондықтан бөліп алу, белгілі әдістермен бөліп алу өте қиынға соғады. Сондықтан қазіргі біздің жасап жатқан жобамыздың тақырыбы осыған байланысты аз концентрациялар, бірақ көп мөлшердегі ағзынды сулардан немесе пайдаланылған ерітінділерден күмісті, мысты, селенді, теллурды бөліп алу болып табылады. Оны біз электрохимиялық әдістермен шешудеміз. Мұның енді ерекшелігі, электрохимия әдісінде ерекшелігі, сол аз мөлшердегі, аз концентрация элементтер тотықсызданып, электрод бетінде бөлініп шығады. Содан кейін біз оны бөліп алу қиынға соқпайды. Енді оның да өзінің бір қиындықтары бар. Мысалы, селен деген элемент 6 валентке өтіп кетеді. Содан кейін оны тотықсыздандыру өте қиын. Біздің өзіміздің жасаған әдістеріміз бар. Жақында ғана селенді тотықсыздандыру әдісіне біз пайдалы моделін патентін алдық. Осы жақында ғана шешім қабылдады ұлттық меншік институты. Осындай тәжірибелер жүріп жатыр. Жақсы. Сіздің кейін Ажар Қоспановна, сіз өте көп конференцияға барып жүрсіңіз. Қай жаққа бардыңыз, оның үлесі қандай? Конференция керек па, қалай ойлайсыз? Ғылыми конференциялар әрине өте керек, себебі бұрыннан да келе жатқан әдет, традиция бар, дәстүр бар. Ғылыми конференциялар өткізіледі әрбір университетте, жергілікті, шетелде. Бұрын енді біздің
ғылым жолына түскен кезімізде, аспирантура кезінде, о кезде бізде Совет одағында бүкіл одақтық конференциялар болатын. Әрине конференциялардың пайдасы өте зор. Қазіргі кезде біз шетелге де шығып жүрміз конференциялармен. Біз өзіміздің жұмыстарымызды айтамыз. Сол кезде басқа елдің ғалымдары тыңдайды, пікір алмасамыз, содан кейін басқа елдің ғалымдарымен танысамыз. Бұл конференция деген өте маңызды мәселе деп ойлаймын. Себебі әсіресе жас ғалымдар үшін олар өзінің жасаған тәжірибелерін айтып, көрсетіп, мен осындай жетістікке жеттім, осы жаңалық па, жаңалық емес па деген кезде отырған ғалымдар өздерінің пікірлерін айта бастайды. Сондықтан конференция өте маңызды, қажет іс-шара деп ойлаймын. Одан кейін еңбектер жарық көреді, бірін-бірі тани бастайды. Ал мақалалар әрине жарық көріп жатады, бірақ мақалаларды кейде көрмей қалуы мүмкін. Конференцияда әйтеуір өзіміз көріп отқаннан кейін басқалардың зерттеулерін көреміз. Біздің зерттеулеріміз алда ма, жоқ, біз қалып қойдық па, осындай мәселелерді шешу үшін конференция өте қажет деп ойлаймын. Содан кейін Жұлқыспанова, сіз өте көп пәндерді оқытасыз. Осы жасыл химия, экология саласында химия, қалай ойлайсыз? Ең жақын, сондай сүйікті пәніңіз қандай болады? Әрине біздің химия факультетінде сабақ беріп жүрген кезде бірінші біздің пәніміз әрине жалпы және биорганикалық химия. Ең алдымен бірінші курста осы жалпы және биорганикалық химияны үйретеміз. Содан кейін соның негізін құрғаннан кейін басқа пәндер оқытылады, оны барлығы біледі ғой. Ал енді экологияға байланысты пәндерден мен көп сабақ бердім. Экология және тұрақты даму. Осы қазіргі кезде қоғамның көп көңіл бөліп жатқан тұрақты дамудың 17 мақсатына келетін болсақ, барлық экологиялық пәндерде осы сұрақтар қарастырылған болатын. 1991 жылдан бастап осы 92 жылы Рио-де-Жанейрода болған конференцияда тұрақты даму деген ұғым қабылданған болатын. Содан кейін тұрақты дамудың мақсаттары ары қарай 2015 жылы бекітіліп, осы қазір қоғамға ұсынылып отыр. Қазір әрбір азамат, студент болсын, оқытушы болсын, тіпті балабақшаларына дейін тұрақты дамудың мақсаттарын дамытуға және соған жауап беруге, соған сәйкес еңбек етуге тырысып келеміз. Осы тұрақты дамудың мақсаттары тіпті бүкіл дүние жүзінде қаралуда. Даже Йоханнесбург, оңтүстік Африкадағы Йоханнесбург қаласында 1000 жылдықтың мақсаттары қабылданған болатын. Осының бәрі осы тұрақты дамудың мақсаттарының айналасында болып жатыр. Энергия үнемдеу, жаңағы біздің жасап жатқан жобамыз, мысалы жауапты қолдану, жауапты өндіру деген сөздер бар. Жауапты өндіру деген өндіріс кезінде қоршаған ортаны ластамай, қажетті заттарды бөліп алу, энергияны пайдалану, энергияны тиімді пайдалану, содан кейін заттарды қоршаған ортаға тастап жібермей, оларды қайтадан жаратуға тырысу. Осының бәрін айта берсең, бірнеше сөйлемді құруға болады, және осындай тұрақты дамудың мақсаттарын орындауға ұмтылыс деп айтуға болады. Осы мәселелердің барлығы сол тұрақты дамудың мақсаттарын орындаймыз деп, орындауға ұмтылу деп мен есептеймін. Экологиялық пәндерге келсек, әрине жасыл химия деген пән, ол да тұрақты дамудың мақсаттарын шешуге арналатын пән. Жасыл химия пәнінің өзінің 12 принципін алатын болсақ, онда да сол барлық принциптері тұрақты дамудың мақсаттарына жауап беріп отыр. Ал енді тұрақты дамудың өзі, мысалы қазіргі кезде кейбір мамандар сөйлегенде, Қазақстан тұрақты дамып келе жатыр деген сөздер кездесіп қалады. Мен енді экология пәнін сабақ беретін ұстаз ретінде айтатыным, елдің дамуы, ол тұрақты даму деп айтуға болмайды, оны қалыпты түрде дамып келе жатыр, алға келе жатыр дейді. Ал тұрақты дамудың ұғымы, өзінің ұғымы бар. Оны былай айту керек. Біз қандай да болсақ, өндіріс жасасақ, тауарлар өндірсек, тағы да энергия өндірсек, энергияның басқа түрлерін ойлап тарсақ, қазбалы байлықты пайдаланып жатсақ, ол кезде біз болашақ ұрпақты ойлап отыруымыз керек. Әрқашан болашақ ұрпаққа қалу керек деген сөз. Студенттерге айтқанда біз осыны айтамыз.
қандай да болсын біз іс-шара жасасақ, біз болашақ ұрпақты ойлап, жердің байлығын, жер қойнауының байлығын, суды, таза ауаны болашақ ұрпаққа қалдыру керек. Тұрақты дамудың ең негізгі ойы осы, ең негізгі идеясы осы. Болашақ ұрпақты ойлауымыз керек. Ал енді жай дами береді ғой, қазбалы байлықты аламыз, қолданамыз, күнде ішіп жейміз, киім киеміз дегендей, әрине біз оны айта береміз ондай болғанда. Экономика өсіп жатыр деген сөзді көп айтады, бірақ әрқашан қандай да болсын маманның ойында сол тұрақты дамудың идеясы тұру керек. Біз болашақ ұрпаққа не қалдырамыз, осыны айтып отыру керек әрқашанда. Және де экология туралы айтқан кезде, экология білінді, экология нашар деген сөз жиі кездесіп тұрады. Оны олай айтпау керек, оны қоршаған ортаның сапасы деп айту керек. Қоршаған ортаның сапасы нашарлады, біздің мына өндірістен бөлініп жатқан заттар қоршаған ортаның сапасын нашарлатты деген сөз болу керек. Бізде көбінесе телевизордан болсын сөйлегенде, жай сөйлегенде экология бұзылды, экологиядан басым ауырып кетті, ауру болды деген жай сөздерді көп айтады. Сондықтан бізде осы ұстаз ретінде, оқытушы ретінде біз жастарға солай үйретуіміз керек. Әрқашан экологиялық мәселелерді дұрыс пайдаланып, терминдерді дұрыс пайдалану керек, дұрыс түсіндіре білуіміз керек. Экологиялық мәселелерге қазір көп көңіл бөлінуде. Ажар Қоспанова, сізде өте көп оқулық шықты. Жаңа айтқандай, сіз қоршаған орта химиясы қаншама қарап едік. Жалпы химия. Осы еңбегіңіз өте зор. Студенттерге жыл сайын бір оқулықты шығарып отырасыз. Көп сізге рахмет. Біз өзіміз қолданамыз. Енді Ажар Қоспанова осы жас мамандарға, магистранттарға сіздің тілегіңіз қандай? Оқулықтар әрине, біз енді оқулық деп айтпаймыз, оқу құралдары шығаруда. Мен қарап жүрем, дәріс оқыған кезде менің кітаптарым қолдарында жүреді. Әрине біз оған қуанамыз. Басқа университеттер қолданып отыр. Менің өзім сол жақсы көретін кітабымыз химия, одан кейін экология және тұрақты даму, шынында да осы жүректен шыққан, еңбектен шыққан кітаптар, көптеген әдебиет көздерін қолданып, енді қазіргі ойым сол химияны кішкене жаңартып, сөйтіп тағы да шығару деген жоспарым бар. Жастарға айтатынымыз, біздің енді үлкенбіздер не айтады жастарға? Әрқашан еңбектену керек, ойлану керек, үзбей сондай ерінбеу керек деген. Біздің барлығымыз осы күнгі профессорлар, ғылым кандидаттары, өзіңіз сияқты доценттер мысалы, сол еңбектің нәтижесінде осындай әлі күнге дейін сабақ беріп, жастарды үйретіп жүрміз ғой. Оның бәрі еңбектің арқасында деп ойлаймыз. Себебі бір күнде біз ерінбейміз. Мысалы, біз кешке де жұмыс жасаймыз, демалыста да жұмыс жасаймыз, жазу жазамыз, мақала жазамыз. Соны жастарға айтатынымыз ерінбеу керек, болашаққа ұмтылу керек. Жастардың қазір мүмкіншіліктері өте көп. Жастарға қазір көптеген гранттар бөлініп жатыр. Болашақ бағдарламасы бар. Сол сияқты басқа да неше түрлі магистратураға шақырып жатыр, шет елдерге. Қазір жастардың мүмкіндіктері өте көп. Соны пайдалана білу керек. Жастардан біз әрине көп күтеміз, үмітіміз зор жастардан деген. Сондықтан болашақта олар бізден де асқан өте бір алдағы қатардағы ғалымдар болатынына біз сенімдіміз. Енді Ажар Қоспанова, сізге көп рахмет. Уақытыңызды бөліп, сіз үшін өте қуаныштымыз. Рахмет. Тек қана зор денсаулық, творчестволық табыс. Рахмет. Көрермендерге рахмет. Көрермендерге рахмет.